Егер үй жағдайында осындай әп-әдемі кекс пісіргілеріңіз келсе, видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Енді ұнымызды жайлап отырып саламыз. Ұнды илектен өткізіп саламыз. Енді осы ұнымызды жақсылап бірінші күнге араластырамыз. Dayım болды. Осындай қоюлықта болу керек. Біткен кезде прям ызғап кететіндей болу керек. Енді мен осы қамырдың жартысын осы ыдысқа бөліп аламын. Енді жаңа бөлдірген қамырыма какао араластырамын. Енді осыны жақсылап араластырамыз. Tost melemenin yanlar birbirine çalıştı. Неге менікі жақсылап араласты. Енді мына қалған қамырды әжем пісіретін боламыз.